Әскер бұл да бір өмір мектебі. Балалық шақтан алып қарайтын болсақ, балабақша, мектеп, студенттік өмір деген сияқты әскерде бұл бір өмір мектебі. Сол себепті бұл өмір мектебінен өту қажет. Бұл өмір мектебі өзіміздің бұрынғы сарбазымыздың айтып өткендей көптеген нәрсеге үйретеді. Бұл біріншіден тәртіпке бағыну, екіншіден өзіңді түбегейлі өзгерту. Кез келген азамат, әскерге барып келген азамат пен әскерге бармаған азаматты екеуін салыстырып қарайтын болсақ, олардың деңгейі екі түрлі. Әскерге барып келген азамат бір бас жоғары тұрады. Өйткені оның ойы да өзгереді түбегейлі, оның өмірге деген көзқарасы да өзгереді. Әр нәрсені бағалай біледі. Ата-ананың да қадірін бағалай біледі, күнделікті уақыттың да қадірін бағалай біледі, бағынудың не екенін біледі, тәртіптің не екенін біледі, және алдыға мақсат қоя білуді де біледі.